жылы және суық түстер. Сенің білетінің. Бейнелеу өнеріндегі пейзаж жанры жайлы. Сенің меңгеретінің. Бояу түстері арқылы пейзаждың көңіл күйін анықтау. Бояуларды араластырып, жылы және суық түстердің реңктерін алу. Пейзаж басты бейнеленетін нысаны табиғат болатын бейнелеу өнерінің жанры. Суретші ауылдың немесе қалалық сәулет нысанының ландшафтын, таулы және жазық даланы, теңіздер мен көлдерді, ағаштар мен гүлдерді бейнелейді. Қазақстандық суретшілердің туған өлке табиғатының әсемдігін, отанға деген сүйіспеншілігін мәнерлі түстермен жеткізе білгеніне назар аудар. Әубәкір Исмаиловтың «Жуалы кең даласында» атты пейзажына қара. Суретші шығармасында қазақтың дархан даласын бейнелеп, ұлттың тарихы мен мәдени құндылығын байланыстыра білген. Алтынға боялған дархан даланы суретші Молдахмет Кенбаев «Асауға тұсау» шығармасында әсерлі жеткізе білген. Суретші күнделікті өмірдегі көріністі ұлттық өмір бейнесіне айналдырып, күнделікті өмірдің сұлулығын дәріптейді. Суретші шығармасында ландшафтың сыртқы көрінісін ғана емес, суреттің әр бөлігіндегі көңіл күйді айқын көрсете білген. Шығармадағы әр жапырақ, түрлі шөптер суретшінің шеберлігімен нақты әрі дәл бейнеленген. Кескіндеме бояулардың көмегімен жасалатын көркем шығарма. Көркем шығармасын бояулармен орындайтын суретшіні суретші кескіндемеші деп атайды. Бояудың түрлеріне акварель бояуы, майлы бояу, гуаш, акрил және темпера жатады. Кәсіби суретші кескіндемешілер көбінесе майлы бояулармен жұмыс істейді. Мұндай бояулардың негізі май болып табылады. Жас, жаңадан бастаушы суретшілер шығармаларын акварель немесе гуаш бояуларымен орындағанды жөн көреді. Түстер біздің айналамызда. Мысалы, жануарлар мен құстарға тән түстер мен пішіндер бар. Гүлдердің де өзіндік түстері болады. Ағаштардың жапырақтары мезгілге байланысты әр түстің реңкіне енеді. Түс кескіндеменің басты мәнерлі құралы. Түстің көмегімен суретші кескіндемеші пейзаждағы көңіл күйді, қуаныш, нәзіктік, мазасыздық, тыныштық және тағы басқа сезімдерді бейнелейді. Түстік шеңберді қарастыр. Бүкіл түстік секторды жылы және суық түстерге бөлуге болады. Жылы түстер, мәселен, сары, қызыл және қызғылт сары энергия мен қуанышты жеткізуге көмектеседі. Суық түстер, мысалы, көк, көгілдір және күлгін, олар босаңсытып, тыныштандырады. Жылы және суық түстердің байланысы түстердің үйлесімділігіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бояуларды араластыра отырып, бір түстің суық немесе жылы реңктерін табуға болады. Мысалы, жасыл түсті сары түспен араластырып, жасыл түстің жылы реңкін, жасыл түсті көк түспен араластырып, жасыл түстің суық реңкін, қоңыр түсті сары түспен араластырып, қоңыр түстің жылы реңкін, қоңыр түсті аз мөлшердегі көк түспен араластырып, қоңыр түстің суық реңкін аламыз. Осындай әдіспен түстерді араластыра отырып, түрлі түстердің реңктерін алып, пейзажды бейнелегенде қолдануға болады. Бояу түстерін араластырып, тәжірибе жаса. Күннің және аққала суреттерінің түрлі реңктерін тауып көр. Сенің білгенің. Бейнелеу өнеріндегі пейзаж жанры жайлы. Сенің меңгергенің. Бояу түстері арқылы пейзаждың көңіл күйін анықтау. Бояуларды араластырып, жылы және суық түстердің реңктерін алу.